19 жылы сәуір айында Назарбаев кетті. Содан кейін мен үшін Назарбаев жоқ. Осы Қазақстан ұлт мүддесі үшін жұмыс істеп жатыр ма, жаңағы саясаткерлеріміз, әлде осы мемлекетімізді сақтап қалу жолында әрекет етіп жатыр ма? Не дейді? Екі жаққа да жақындасу бар да, және кейбір нәрседен бойын аулақ ұстау бар. Жаңағы орденнен бас тартуы, бұл жаңағы мен тым кіріп бара жатқан жоқпын Ресейдің қойнына деген мәселені көрсетудің бір нәрсесі. Тым артық кетсе, бізге көз алайту әбден мүмкін. Кез келген қызметші қазақтың бетіне қарап алып, мен СССРда туғанмын, жаңағы қазақша сөйлемеймін, қазақша сөйлеуге тиіс емеспін дегенді ашықтан ашық түсіріп жатқан уақыттарда айтуы, бұл не дейміз, көрініс, нақты көрініс. Тоқаевтың мерзімі аяқталған соң өз орнында қалады деп ойлайсыз ба, әлде фамилиясы өзгереді, бірақ сол адамдар сол жерде керек десеңіздер министр кетеді, оның орнына оның орынбасары келеді. Осыдан бірдеме өзгереді деп ойлайсыңдар ма? осы жасқа келіп, осы нәрсені түсіндім дейтіндей жастарға қандай ақыл айтасыз? Жоқ, не істеп жүрсің деді. Мен жаңа дүкенде болдым деді. Мен заттарды алып сөйлесіп едім, ақшаны төлейін деп, маған говори человеческим языком деді. Кеш жарық қымбатты көрермен, эфирде Распа подкаст. Студияда мен Фарида Сейілханқызы. Ал біздің бүгінгі қонағымыз саясаттанушы, экс-саясаткер, қоғам қайраткері, тіл жанашыры Дос Көшім мырза. Аға, қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Дос аға, бүгін біз ерекше жағдайда сұхбат алғалы отырмыз. Себебі еркін әңгіме көріп отырғаныңыздай, бұл жастар тақырыбынан бастап, ішкі саясат, сыртқы саясатқа дейін жалғасады. Бүгін ашылып, өз ойыңызды осы 2025 жылды қорытындылап, бар білгеніңізді бізбен бөліссеңіз дейміз. Дайынбыз. Дос аға, осы 2025 жыл жалпы Қазақстанның, оның ішінде қазақтардың, жеке дара бөліп айтқанда, праймарасы дейді. Яғни жастар бас көтеріп жатыр, осы жуырда болған Шымбұлақтағы шу оқиғаны білесіз ғой, тілге қатысты. Кәнсілдеу дейді ғой, тырнақша ішінде. Кәнсілдеп тастайды бірден. Бір нәрсе ұнамай ма, ұлтқа қатысты бір дұрыс емес нәрсе болды ма, қазір былайша айтқанда аузын жауып тастап жатыр. Бұл бір қазақтардың, жалпы жастардың санасы оянып, өзгеріп жатқан белгісі ма? Қалай ойлайсыз? Байқала ма осындай үрдіс? Иә, бір соңғы уақыттарда жастар деген сияқты бір сөздер шығып жатыр, жаңағы жастардың ояну кезеңі болады шығар кей уақыттарда. Бұның негізгі себебі біреу-ақ. Жалпы қазақ тіліне деген қажеттілік жасаудың екі жолы бар да. Біреуі заңды жолмен қажеттілік жасайды, нақты. Заңның ішінде талаптар болады, жауапкершілік болады, заңның ішінде қазақ тілін білуді міндеттейтін адамдардың жұмысшы профессиялары болады деген сияқты. Мына адамдар қазақ тілін білу керек. Екінші, егер заңды жолмен жасамаса, онда халықтың өзі соған жасауға кіріседі да, өздері талап ете бастайды, өздері жаңағы. Онша жақсы бағыт емес, бір қарасаңыз. Бірақ амал жоқтықтан сондай қылуға болады да. Себебі тілді қолдануды, тілді сақтап қалуды, қазақ тілін жастар сондай радикалды деп айтпай-ақ қояйық, бірақ өздерінің құқықтарын талап ету бағытындағы жұмыстар жүріп жатыр да. Бұл әр жерде әртүрлі бағытта жүреді. Мысалы, Руза деген апайларың Павлодарда трамвайды тоқтатып, билет сатқан уақытта қазақша талап етіп, талай сотталып, талай жаңа не дейміз, айқай шу шығарды да. Осындай талап ету бар. Екінші, жаңағы кез келген азамат тұтынушы есебінде өздерінің құқықтарын қорғау. Неліктен маған қазақ тілінде қызмет көрсетпейді? Ол заңда бар, тұтынушылар заңында бар қазақ тілінде. Сондықтан менің ойымша, жастар осы екінші жолына кетті. Себебі заңдық тұрғыда қазақ тілін бір жоғары деңгейге көтеріп, қазақ тіліне қажеттілік жасап, қазақ тілінің барлық жерде жұмыс істеу, барлық салада қызмет етуіне мемлекет жағдай жасап отырған жоқ, заң жүзінде. Демек, халықтың өзі осыған кіріседі деп ойлаймын. 2025 жыл осы өтіп бара жатқан жыл сіз үшін қандай жыл болды? Қазір жеке-жеке жік-жігіне бөліп сұхбатымызды жалғастырамыз, бірақ өзіңіз үшін қандай жыл болды? Осы Қазақстан ұлт мүддесі үшін жұмыс істеп жатыр ма, жаңағы саясаткерлеріміз, әлде осы мемлекетімізді сақтап қалу жолында әрекет етіп жатыр ма? Бұл айда бір баяғыда мынандай сөз бар, Совет үкіметі кезінде, Совет үкіметінің әсіресе Брежневтің заманы. Кейде біз Брежневтің заманы жақсы дейміз ғой, дейміз, әлеуметтік жағдайымыз жақсырақ болды. Оның алдындағы Хрущевтің заманынан көрі әлеуметтік жағдайымыз жақсы болды, ақша көбейін кіреді, мүмкіндігіміз жақсы болды.
соны застой дейтін тұғын орысша. Застой дегеніміз жағы тұрып қалған, жағы қозғалыссыз заман. Мен ойымша 25-ші жылда дәл сондай болды да. Бір орында тұрып қалған, не алға кеткен, не кері кеткені жоқ. Я кейбір жақсы жерлеріміз болды, кейбір жетістіктеріміз болды. Бірақ бұл тұру, бұл тыныштық менің есіме гректің бір жақсы афоризмі бар, сол түсіреді да. Non progrede est regredi дейді. Орысшасы не идти вперед, значит идти назад. Қазақша айтқан уақытта бір орында тұрған, кері кеткенмен бірдей. Сондықтан 25-ші жыл жаңағы тұрып қалған жыл дегенмен, бұл демек кері кетудің көрінісі деп ойлаймын өз басым. Өзіміздің, мысалы, менің өзім ойлаған мынандай жетістіктер болуы керек еді. Саяси бағытта, әлеуметтік, экономикалық бағытта, ұлттық бағытта ол үмітім ақталған жоқ осы 25-ші жылы. Ал сыртқы саясатқа оралсақ, жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой, кері кетіп жатырмыз деп. Десе де 2025 жылды осы сыртқы саясат жылы деп атасақ болады. Себебі Тоқаевтың дипломатиялық келіссөздерді көптеп жүргізгенін білеміз. Қанша жылдан бері есігі ашылмаған ақш-тың Ақ үйінің есігі ашылды. Сонда барып 29 келісімге қол қойды, құжатқа қол қойды. Жалпы Тоқаевтың саясаты дұрыс деп ойлайсыз ба қазір? Сенің бұл айтқаныңа мен қосылам. Сыртқы саясат жағынан қанағаттанарлық сезім бар менде. Әңгіме ол мүмкін президентіміздің жақсы дипломат болғанының нәтижесі ме. Шындығында да сыртқы саясатта біз жаңбыр жауып тұрған уақытта су болмай өте білдік та. Өйткені жан-жағымыздағы біріне бірі қарама-қарсы мемлекеттердің барлығыменен белгілі бір қарым-қатынасымызды ұстап тұрдық. Мысалы, Америка Қытаймен бәсекелесіп жатыр. Ресей Евроодақпен, Украинамен қарсыласып жатыр. Осындай шым-шытырық кездерде біздер Америкамен де жақсымыз, Қытаймен де жақсымыз, Ресеймен де жақсымыз, Евроодақпен де жақсымыз. Бәріменен де өзімізген де жақсымыз дегенде, не дейміз? Ара қатынасымыз, дипломатиялық байланысымыз, экономикалық қарым-қатынасымыз, барлық жағына келген уақыттарда біз әйтеуір Құдайға шүкір болып отырмыз да. Ол шындығында да мақтауға тұрарлық мәселе. Біздің бір ғана жетістігіміз десе, мен әрине сыртқы саясатымызды айтар едім. Десе де көп сарапшылар, саясаттанушылар Тоқаевтікі дұрыс емес. Жаңағы Вольфрам кен орындарына таласып жатыр ғой, Қытай мен ақш таласты, соңында ақшқа беретін болып келісті. Қазақтың қазба байлықтарын бере беру ол дұрыс емес, ол көреген саясат емес деп жатыр. Бұған не дейсіз? Бұл таза ішкі экономикалық мәселеге қатысты да. Бізде қазір шындығында да бюджет жағымыз ақсап жатыр. Қалтамыз тесік, қазынада ақша қыруар ақшамыз жоқ. Сондықтан біздер қазір шындығында да көптеген тек қана Вольфрам емес, көптеген кен орындарын іздеу басталды. Кен орындарын, ашылған кен орындарын инвесторларға беру басталды. Себебі мемлекетке ақша керек, ашық айтқан уақыттарда. Оны Америка сақтап қойған рас, көптеген жаңағы мұнайлы жерлерінің бәрін сақтап қойды, келешекке консервация жасады да. Біздің ондай мүмкіндігіміз жоқ. Бізге қазір ақша керек. Алдыңғы жылы, одан кейінгі жылдар ақша керек та. Сондықтан біздер оны сатуға тура келеді. Әңгімені Америкаға бере ме, Қытайға бере ме? Бұны менің ойымша енді мемлекеттің өзі шешуі керек. Қайсысы тиімді? Екі жаққа да тиімді шарт жасай білсе, мен енді экономист емеспін. Америкаға берген тиімді ма, Қытайға берген тиімді ма деген уақыттарда біздерде жаңа дейді. Қасқабас экономистер бар ғой, көзілдір киіп алатын, жаңа қарындары менің қарымнан көрілген деу. Солар отырып алады да есептейді. Қай жағының ұсынысы қалай? Қанша келісімшарттан біз қандай пайда таба аламыз? Мүмкін американдықтардың ұсынып отырған келісімшарты бізден гөрі жақсы. Әрине бұл жерде сыртқы саясаттың да арақатынасы бар. Бірақ менің өз ойымша бұл жерде ақша бірінші рөлде болады да, жағының бағасы. Беріп жатқан кен орындарының, сирек kesетін металдардың орналасқан жерлерінің бәрі бұл тікелей ақшаға қатысты. Досаға осы өткен аптада Қазақстан президентінің Жапониядан орала сала Ресейге барып Путинмен кездескенін білеміз. Тек онда Тоқаев емес, тмд мемлекеттерінің басшылары да болды. Лев Толстойдың кешіне арналған үлкен бір сондай жиында Невский марапатымен, орденімен 3 мемлекеттің басшысын марапаттады. Бірақ Тоқаев тыс қалды. Дегенмен бақ өкілдері, әсіресе Тоқаевтың Ақордадағы бақ өкілдері, жеке хатшылары мынадай мәлімет жариялады. Тоқаев 2022 жылы бұл орденнен бас тартты деді. Және БРИКСке қатысты шулы оқиғаға қалай нүкте қойғанын білеміз.
шетелдік СМИ өкіліне қалай сұхбат бергенін білеміз, иә. Соңғы кездері бір өзгеше саяси толқын жүріп жатқан сияқты. Артынша осы қалай Қазақстанға келді, ақш-тан Трамптың өзінен жеке бір хат келді. Мирзияев екеуіне шақыру. Мен жаңа айтып кеттім, Орта Азия мемлекеттері, Орта Азия аймағы қазір жаңағы үлкен саяси ойыншылардың көстігіп отырған жері да. Бұл Украина мен Россияның соғысына тікелей қатысы бар деп ойлаймын өз басым. Бұл жердегі негізгі мәселе Орта Азия мемлекеттерінің кімнің ықпалында болуы. Негізінен бұл жерде үш ықпал бар дейді: Қытайдың ықпалы, Ресейдің ықпалы және соңғы уақыттарда Америка мен Европада Украина соғысына қатысты бұл жерге ықпал жасағысы келеді. Америка мен Қытайдың арасындағы бәсекелестікті жақсы білеміз. Демек, Америка Қытайға Орта Азияны беріп қойғысы келмейді. Экономикалық жағынан болсын, басқа жағынан болсын, солардың ықпалынан шығарғысы келеді. Үшінші Ресей. Ресей Орта Азия мемлекеттері арқылы экономикалық өзіне біраз пайда табуы мүмкін, және сол арқылы белгілі бір транзиттік санкция салынған мәселе, құрал жабдықтарды алуы мүмкін. Сондықтан біздер қазіргі кезде шындығында да белгілі бір саясатта орнымыз бар мемлекеттерге айналдық та. Бұл жерде енді Тоқаевқа екі жаққа да жақындасу бар да, және кейбір нәрседен бойын аулақ ұстау бар. Жаңағы орденнен бас тартуы, бұл жаңағы мен тым кіріп бара жатқан жоқпын Ресейдің қойнына деген мәселені көрсетудің бір нәрсесі. Мен осындай жеке өзіміздің жаңа тәуелсіз мемлекет есебіндегі осындай ролімді көрсете аламын кей уақыттарды деп. Бұның бәрі бір таразының басы сияқты. Тым артық кетсе, бізге көз алайту әбден мүмкін. Кішкентай жаңағыдай бір көріністер беріп қою керек қой. Мысалы, кезінде Ленинградтағы форумда Донбасс пен Луганскийдің несін біз мойындамаймыз деген сөзді айтып қалу, байқайсыз ба? Анда-санда жылына ма бір, 6 айда ма бір өзінің тәуелсіз саяси ұстаны бар екенін көрсету керек. Бұл да сол бір белгілі. Бұл ойын. Бұл шындығында да саяси конъюнктураға байланысты ойын деп ойлаймын өз басымша. Шындығында да мемлекет аралық біреулерге берілген марапатты барлық жерде қабылдай береді. Бұл не дейміз? Бір белгілі бір протоколды ма, бір белгілі бір қалыптасқан дәстүр. Бірін-бірі орден беру, біріне бір ең жоғарғы дәрежелі марапат беру, бұл мемлекеттер арасындағы достықтың тек қана көрініс болып қана қаралады да, соған байланысты. Сондықтан мен өз басым шындығында да ниеттен бас тартқанына мен өзім осылай ғана баға беремін да, кейбір жерлерде Тоқаев көрсету керек та. Мен тым жаңағы Ресейдің ықпалына кетіп бара жатқан жоқпын. Өзімнің айтатынымды кейде айтып қалам, кейде жаңағы тәк-тәк деп айта алатын адаммын деген сияқты. Аға, сыртқы саясатымыз түзеліп келе жатыр ғой, әлем танып жатыр, расымен өзіңіз айтқандай. Десе де, ішкі саясатымыз өкінішке қарай ақсап тұр. Экономистер дабыл қағып жатыр, инфляцияны білесіз. Қазақстанның ішкі саясатына қандай баға бересіз? Мен негізінен ұлттық мәселеге көп көзқарас аударам, содан кейін барып демократияландыру процесіне көп көңіл бөлемді қазіргі болып жатқан мәселелердің ішінен. Өкінішке орай екі бағытта да ешнәрсе жасалып жатқан жоқ осы жылы, 25 жылда айта кетсек та. Ұлттық бағыттағы жаңағы өзің айтып жатқан керек десеңіздер, кез келген қызметші қазақтың бетіне қарап алып, мен СССРда туғанмын, жаңағы сен қазақша сөйлемеймін, қазақша сөйлеуге тиіс емеспін дегенді ашықтан ашық түсіріп жатқан уақыттарда айтуы, бұл не дейміз, көрініс, нақты көрініс. Ол кейін кешірім сұрайды, бұның бәрінен біз өткенбіз де. Бірақ жаңағыдай айту деңгейіне келу, бұл біздің ұлттық құндылығымыз. Енді тіл ұлттық құндылықтың ішіне жатады ғой, жаңағы тіліміз, діліміз, мәдениетіміз. Осының әлі күнге дейін өзінің орнына келмегені. Сол бұрынғы кеңес үкіметі сияқты екінші орында қалғаны тілдің. Осының бәрі жаңағы ұлттық мәселемізге байланысты. Және парламент депутаттары 3 жылдың ішінде, мен енді парламент депутаттарын еш уақыттарда 1 жылда, 2 жылда баға бермеймін де. 3-ші жылдың аяқ жағында баға беруге тура келеді. Парламент депутаттары, парламент жалпы ұлттық бағытта, мен ойымша ештеңе істеген жоқ. Тек қана мемлекет атқарушы биліктің басшысы Қазақстанның азаматын алатындар қазақ тілінен емтихан тапсыру керек деген нәрсені кіргізді, Құдайға шүкір ол өтті. Бірақ оны парламент жасаған жоқ, тағы да айтайын, бұны премьер-министрдің бағытында жасалған мәселе. Басқа еш нәрсе көріп тұрған жоқпын да. Ономастика мәселесі
көрген шығарсыз, Рудныйдағы бір жаңағы славян келіншегінің сөйлеген сөзі қаншама айқай болды. Мен жылына кем дегенде 50-60 кездесу өткіземін де ауылдарда, орыс тілді ауылдарда, жаңағы солтүстік Қазақстанда, Қостанайда. Мен одан да артығын естідім. Одан да қатты сөздерді естідім. Сондай. Жаңағы сөйлеген келіншек, ол менің кездесуіме келіп те сөйледі. Дәл жаңағыдай сөзді біздің көзімізше де айтты. Сондықтан жаңағының бәрі тек қана бір мәселе емес. Бұл бүкіл Қазақстандағы ономастикаға деген көзқарасы. Орыс тілді аймақта ол әрине өте көп. Және оны бетке айтады олар, ешқандай жаңағы қай жерде жүрмін, шаңырағыңа қара деген сөздерді олар түсінбейді. Заң қандай екенін біз әлі білмейміз, нақтылығы жоқ. Сондықтан мен парламентке үлкен бір кінә артар едім да. Неліктен ономастика туралы заң шығармаймыз? Сол уақыттарда жаңағы келіншек сөйлеген уақытта жүргізіп отырған Азамат деген Рудныйдың мәслихатының басшысы, мен онымен сөйлестім, көрдім, Рудныйда кездесу жасадым менде. Сол айту керек қой, кешіріңіз, бұл біздің мемлекетіміздің қабылдаған заңы бойынша идеологиялық ескірген атауларды алып тастап, оны орнына жаңа атауларды ету, бұл біздің заңымыз, кешіріңіз, сіз айтып отырсыз деген сияқты. Қалай жауап бердім, мен жауап бергенді көрген жоқпын. Енді тек қана бір эпизодын ғана көрдік қой біз. Сондықтан тіл мәселесі және жаңағы ономастика мәселесі, тағы басқалардың бәрі сол күйінше тұр. Ал соған басына ауыртып жатқан депутаттарды көріп отырған. Неліктен ономастика туралы заң жасамайды? Біздің заңымыз 1989 жасаған тілдер туралы заңымыз. Қазір 36 жыл болды ма жаңағы заң тұрғанына? Басқа мемлекеттер 3 рет ауыстырды заңды. Мен сізге айтайын, Литва, ұмытпасам, 89 жылы қабылдады, 95 жылы қабылдады, 2015 жылы қабылдады. Себебі 10-15 жыл сайын тілдік ахуал өзгереді. Сондықтан соған байланысты жаңадан заң қабылдау керек. Біз әлі күнге дейін 36 жылғы бұрынғы заң, және ол екі тілдің заңы, қос тілдіктің заңы. Сонымен біз әлі күнге дейін отырмыз. Қысқасы бір мәселе, ішкі саясатымыздағы ерекше көңіл аударатын, әсіресе қазақтардың, әсіресе соңғы уақытта қазақ жастарының жүректеріне ететін мәселенің біреуі тіл мәселесіне байланысты 25 жыл ештеңе жасалған жоқ. Екінші мәселе бұл демократиялық институттар, демократияның дамуы. Не дейміз, азаматтық қоғам принциптерінің ұсталуы, адам құқығының ұсталуы. Ол жөнінен менің көруім бойынша біздер төмендеп кеттік. Көптеген халықаралық рейтингтерде біраз төмендедік та, ешнәрсе жасалған жоқ. Үшінші мәселе, ішкі жағдайдағы менің сәл-пәл де осы жаңағы көңіл аударатын мәселем, бұл қаңтар оқиғасына ашық түрдегі талқыланып, соған нақты саяси бағасы берілді ме деп ойлап едім. Енді ең болмаса 3 жылдан кейін беріледі. Өйткені сотталатындар сотталды, басқа қылдың бәрі. Жоқ, қайта керісінше болды. Қайта керісінше біз қазір ешнәрсе білмейміз. Бұл мемлекеттік төңкеріс па, бұл революция ма, бұл жағалды біреулердің ұйымдастырғаны ма, жоғалды бұл халықтың ашу-ызасы ма, бұған да әлі баға берілген жоқ. Және ең қызығы, 25 жылы ең көп соттар жабық сот болды. Бір сот басталады да, жабық сотты жабыққа кетеді. Машимовтың сотынан бастап, барлығы, Айкөркемнің соты да 4 жасар, оның да соты жабық болды. Мен сізге мынандай қызық айтайын, көп адамдар білмейді шығар. Совет үкіметінің ең бірінші конституциясы 36 жылы қабылданған конституцияда арнайы бап бар. Совет үкіметінде барлық сот ашық болады. Жабық сотқа, жабық сот болмайды деген жазу конституцияда тұр. Бір бап, бір статья. Совет үкіметінің кезінде соттың бәрі ашық болатындығы. Кез келген мәселе халықтан жасырмау керек. Бізде қазір барлығы кетіп бара жатыр біртіндеп. Қазір енді соттың менің ойымша кем дегенде бір енді 60-70% жабық сотқа айналып кетіп жатыр да. Сонымен біз ол жөнінен де әлі күнге дейін нүктесін қойылған жоқ. Шындығында да жаңағы қаза тапқан 217 адам ба, 237 адам ба, солардың әрқайсысының қай жерде қаза тапқан, жерлардың кім болғанын мен білмеймін. Мүмкін 217 адамның ішінде 10-ы террорист болды ма, жоқ әлде болған жоқ па, біреуін де білмеймін. Және мынау адам террорист дегенді естіген жоқпыз. 6 адамды азаптап өлтіргені туралы прокуратураның өзі мойындады. Сол 6 адамның әрқайсысын азаптап өлтіру деген енді адам миына кірмейді 21 ғасырда. Сол азаптаған адамдардың жауапқа тартылғанының өзі жабық сотқа айналып кетті. Мен ойымша бір адам, ол прокуратураның мойындағаны, жүздеген адам азапталғанын білеміз біз. Енді сөзден, адамдармен кездескен уақыттарда білеміз. Қысқасы бұл да 25 жылдың
жүзеге асырмай қалдырған мәселесі. 26 жыл бола ма, болмай ма, мен бірақ осы бағытта болмайтынына толық көзім жетеді. Бұл мәселенің ашылу бағытындағы жұмысы, тағы басқа нәрсесінің бәрі сол күйі қалады сияқты. Міне, қысқасы ішкі мәселедегі демократиялық институттар, мысалы, соңғы енді 24-25 жыл дейікші, шындығында 22 жыл сайлаудан кейін. Бір саяси партия өмірге келді ме? 5-ақ мың адам қазір саяси партия құруға 5 мың адам. Бұрын 40 мың тұғын, оның алдында 50 мың тұғын, оның 60 мың тұғын. Қазір 5-ақ мың адам бірде бір саяси партия құрылмайды. Себебі саяси партияның, не дейміз, төменнен құрылған саяси партия билікке жақпайды да, сондықтан оның тіркеу мәселесіне ең уақыттарда шектеулердің бәрін қойып тастаған. Сол күйінше қалды. Және ең қызығы, биыл саяси бағытта тағы бір мәселе шықты. Бұл енді жақсысы бар, жаманы бар. Бірінші сенат кетіп, бір палаталы парламент болып қалатын болды. Бірақ сол бір палаты парламент болып қалатын болғаннан кейін сайлау пропорционалдық жүйеге ауысатын сияқты. Бұл саяси партиялар ғана қатысады, солардың ғана депутаттар болады деген сияқты. Біздегі 6-7 партия бар дейміз, енді 6 партия бар ма, 7 партия бар ма, менің өзім басыма. Бәрі де бұл мемлекеттік қолдан жасалған, құрылған, белгілі бір ойынға байланысты құрылған саяси партияларды, бұлардың бәрі. Оның бірнешеуі жаңағы парламентте отыр. Қазір көбісі тек қана байтақ өткен жоқ шығар. Олардың бәрі жаңағы, не дейміз, енді қолдан жасалған деген артық айту керек шығар. Жоғарыдағы билік рұқсат берген партиялардың бәрінің тіркелуі. Енді партия арқылы парламентке адамдар өтетін болса, шындығында да, кешіріңіздер, біздің халық қалаулылары, не болмаса халықтың заң шығаратын органда мен өзім айтпас едім. Қателеспесем, жаңағы бір палаталы парламент деп жатырмыз ғой. Ол 2027 жылы өз күшіне енеді. Не себепті кейінге қалдырды, 2 жылға кейінге не себепті қалдырды? Енді бұл жерде тағы мынандай қызық бар да, президентіміз біздің референдумды пайдаланғанын жақсы көреді. Байқайтын шығарсыз, әуелі конституцияға неткенде референдум жасады. Ең қызығы, 95 жылы конституция қабылдағаннан кейін 60-қа жуық па өзгерістер болды. Бірде-біреуінде референдум жасалған жоқ та. Шындығында конституция 95 жылы референдуммен қабылданды. Енді референдуммен оған өзгеріс енгізген дұрыс қой, логика бойынша дұрыс. Бірақ бірде-біреуінде болған жоқ, тек Тоқаев келгеннен кейін барып конституцияға өзгерістер енгізген 22 ма баптарға. Сол уақыттарда референдум жасалды. Енді Тоқаев мен емес бұны жасап отқан, халықтың қолдау арқылы жасап отырмын дегенді көрсету үшін тағы да осы референдумға қойып отыр. Дұрыс, мен оған қарсылығым жоқ. Референдумда шындығында да сенаттың қажеті жоқ екенін осыдан 30 жыл бұрын айтылған. Ол туралы жазбаған адам жоқ, мен де жаздым, басқа да жазды, оның бәрін айтты. Оны Тоқаев айтып кетті. Ол бұрыннан айтылып жүрген мәселе деп айтып кетті да. Енді қысқасы бұл онша не емес қой. Әңгіме мүмкін бір 10-15 миллиард ақша кететін шығар. Иә. Бірақ жаңағы бұны менің ойымша сайлау кезінде соған қосып жібереді да референдумда. Референдумға арнайы менің ойымша бір сайлау жасамайды, оған біріншіден ақша көп кетеді. Екіншіден бүкіл әлемдегі не дейміз, үлгі бойынша сайлау кезінде референдум сұрақтарын қосып береді. Бұл барлық жерде бар. 94 жылы мен Америкада болғанда, әлі есімде, Сан-Францискода ол уақытта сайлау. Ноябрьдің 1-шісінде, жексенбісінде. Сол сайлауда әрбір штаттың өзінің референдумы бар. Сан-Францискода ұмытпасам 2 референдум сұрағын қосып берді сайлауға келушілерге. Олар соған дауыс береді да. Сондықтан мен ойымша жаңағы сайлау кезінде сол референдумды өткізіп жібергісі келген шығар. Сондықтан ертең арғын емес, 27 жылға жаңағы қалдырып отырған себебі сол. Ол дұрыс деп ойлаймын. Шындығында референдумның болғаны дұрыс, бірақ енді ол референдумды дәл осы сұраққа бір пікірталас болып қарсы шыққандарды мен көрген жоқпын. Сондықтан референдум енді не дейміз, әшейін өтеді ғой референдум есебінде. Көзбояу жоқ. Ал осыған байланысты Тоқаевтың мерзімі аяқталған соң өз орнында қалады деп ойлайсыз ба, әлде бір басқа саяси шешімдер болуы мүмкін ба? Соңғы кездері байқасаңыз Назарбаев бас көтере бастады, иә? 22 жылғы қырғыннан кейін осы жылы 29 мамырда Мәскеуге барып, Путинмен жеке кездесті. Оны мысалы биліктен кетсе де бүкіл СМИ бақ өкілдері беріп, сол жақта Ресейдегі қазір Башар Асадтың өзін етіп қабылдаған жоқ Путин. Не себепті мұндай саяси ойын көрсетіліп жатыр? Назарбаевтың
Назарбаевтар әулетінің таққа таласы басталды ма? Жоқ, менің өз басым еш уақыт ойламаймын, билік бөлінбейді. Бөлінгенде бөрі жетті дейді ғой, билік бізден де ақылды ғой енді. Олар бөлінбейді, олар біріне бірі қарсы шықпайды. Бұның бәрі қолдан жасалған мәселе. Кітапхана, Ақ үй біріне бірі қарсы екен, Назарбаев ұстап отыр, Тоқаев жұмыс істей алмады, қаңтардан кейін барып қана қолына билік тиді дегеннің бәрі бос сөз. Бәрі бір жүйе. Бұның бәрі бос сөз, бұл халыққа көрсету үшін. Тоқаев осындай адам, анау ескі Қазақстан, мынау жаңа Қазақстан деп бәрі сол адамдар. Қарап көріңіздерші, маған бір адамды көрсетіңіздерші, мынау жаңадан келген саяси өзінің көзқарасы бар мынандай адам деп. Бұлардың бәрі сол бір адам. Назарбаев кімге барады, қайда барады, не айтады? Мен өз басым оны көріп отырған жоқпын. Иә, мүмкін болар еді да, жаңағы не дейміз, шартты түрде ескі Қазақстан дегендердің бір партия не болмаса бір қозғалыс құрған. Енді бұл жерде мүмкін Нигматуллин құруы мүмкін, енді саясатқа жақын. Байбек мүмкін араласатын шығар, жас деп мен ойладым. Ондай бір саяси күш реванш алатын, қайталап келетін. Бірақ нені реванш алады? Сол бағытты әрі қарап жалғастырып келе жатыр. Көп адамдар сайлау кезінде жаңағы үміткерлердің бағдарламаларын оқымайды. Мен саясаткер болған ел оқып шығамын. Мен сізге айтайын, 19 жылы Тоқаев сайлауға түскен уақыттардағы бағдарламасында мынандай сөз бар. Назарбаев моделі деген сөз бар. Назарбаевтың билік жүйесінің сабақтастығы деген бар. Әрі қарап жалғастырам дейді. Осыны дәл жалғастырып келе жатыр. Сол бағытта сол жүйе әлі күнге дейін сақталып келе жатыр. Иә, мүмкін премьер-министрлер ауысатын шығар, ол баяғыда да ауысып тұрды ғой енді. 3 жыл сайын, 4 жыл сайын міндетті түрде ауысып тұрады. Бірақ одан жаңа тәсіл, жаңа бағыт және ең бастысы жаңа бір саяси күш жоқ. Бір саяси күш топ болып келеді олар. Келген уақытта бәрі өзгереді. Мысалы, Италияда жыл сайын өзгереді үкімет. Жыл сайын жаңадан. Сонда ана отырған партиялар, жаңағы 20 министрлік ұстап отырған партияның бәрі дерлік кетеді. Әр кетсе 1-2 министр қалады да, жаңа адамдар келеді. Ол адамдар сол үкіметтің жұмысына сын айтып жүрген. Дұрыс емес, біз келсек мынандай істейміз деп жүрген жаңа топ келеді, оппозицияның тобы. Бізде ол жоқ қой. Бізде адамдардың фамилиясы өзгереді да, бірақ сол адамдар сол жерде керек десеңіздер министр кетеді де, оның орнына оның орынбасары келеді. Осыдан бірдеме өзгереді деп ойлайсыңдар ма? Сондықтан менің ойымша, өзімнің көзқарасымда былай қыламын. 19 жылы сәуір айында Назарбаев кетті, содан кейін мен үшін Назарбаев жоқ. Ол зейнеткер, ол өзінің жұмыс істеп отыр, ол саясатқа ешнәрсеге араласып отқан жоқ. Себебі оның саясатын Тоқаев жалғастырып жатыр. Дәл сол күйінше, дәл сол бағытта, дәл сол тәсілдермен, дәл сол адамдармен бірігіп отыр. Тоқаев осы билікке келген кезде уәде берді, иә? Мен мерзім аяқталған бойда осы міндетті, осы қызметті тастап кетем деді. Қалай ойлайсыз? Солай бола ма? Енді бұл өте қиын сұрақта. Кезінде Назарбаевтың да сөзі бар. Мен ұстап тұрады дейсіңдер ме билікті? Мен осыдан кейін кетем деген 2000 жылдың басындағы сөзі әлі көп жерде таралып тұр ғой. Сол сияқты бізде бір сенімсіздік болады да. Бірақ енді ылайым жылда сол өзінің сөзінде тұрса екен деп ойлаймын да. Мен бір адамды білемін, енді осы өзім білетін адамдар үшін. Бұл Алмасбек Атамбаев президент болып тұрған уақыттарда мен өзім уақытым біткен уақытта кетем деді, және кетті. Басқа енді мейлі ол Эмомали Рахмон болсын, мейлі ол басқа болсын, олар билікті тастап кеткісі келмейді. Не болмаса тастап кеткісі келеді, бірақ оның тобы оны ұстап тұрғысы келеді. Кезінде Брежневті әбден шаршап, қартайып мен кетем деген уақыттарда қасындағылар айтты, өлілгенше тұра бер, өйткені сенің арқаңда біз тұрмыз. Жүйені ұстап тұрған бір өзек болу керек. Сондықтан не болмаса өзінің қалу әбден мүмкін. Бізде оның жолы өте көп, және оның жолының бәрін тарихи түрде біз көргенбіз. Мысалы, ертең ассамблея тұрады да, орнынан тұрады да айтады, сіз өзіңіздің бастаған реформаңызды аяғына дейін алып барыңыз, сіз кетіп қалсаңыз қара аспан төнеді, жаңбыр жауады, топан су қаптайды, сіз болмасаңыз ешкім жоқ бұл әлемде, бізде 20 миллион адам ішінде ешкім осындай адам туған жоқ деген сияқты мәселені көтереді. Және халық оның әр жағында ойбай дұрыс екен, мынау тамаша адам ғой деп қол қояды. Енді біздің азаматтардың көбісі енді бәрібір дегенге келеді, ол маған бәрібір. Және екіншіден ойлайды, бізде бір мынандай сөз бар. Назарбаевтың кезінде шыққан, есіме түсіп кетті. Назарбаев бәрін тонап алды ғой. Келесі келсе ол одан да көп тонайды. Сондықтан мынау өзі байды, енді тоқтады ғой, осы бола берсін деген сөздерді естідік біз. Осы байығаннан кейін олар түсінбейді да, адамның көзі тоймайды.
өзі тойса да көз тоймайды, анау ақша өзіне жетерлік деп қанағат деген сөз болмайды да. Сондықтан билік те дәл сол сияқты. Билікке келген адамның биліктен кетуі өте қиын. Енді бірақ Тоқаев не дейміз жаңағы зиялы азамат, интеллигент дейміз бе, өзінің ұстанымын ұстай ма деген ойым бар. Себебі ол өзінің 19 жылы президент болған уақытта Назарбаевтың жүйесін әрі қарап жалғастырам деген сөзді ұстап келе жатыр. Онысына рахмет. Мен қарсы болсам да сөзін ұстағанына рахмет. Егер сол дәл сондай қылып өзім кетем деген сөзін ұстаса, ол жақсы болар еді. Бірақ тағы екінші әңгіме бар. Оның орнына біреулері келіп, осы Қазақстандағы саяси жүйені өзгертеді деп мен айта алмаймын. Себебі жаңа саяси күш жоқ. Қараңыздаршы, саяси аренада бір партия бар ма қазір? Бір үлкен қозғалыс бар ма? Билікке сын айтып жүрген, біз мынандай қылып жасаймыз келсек, мынандай бағдарламамыз бар, біздің экономиканы былай қыламыз, тіл мәселесін былай қыламыз деген топ бар ма? Олар парламентте отыр ма? Жоқ. Сондықтан ол кетсе, шындығында да келетін тағы да өздерінің бір адамдары болады. Сол жерде жүрген 3-4 адам қазір аты шыға бастады ғой. Енді бәйге басталды жайлап қана. Бірақ олардың бәрі де сол жолменен жүреді жаңағы. Ол келген енді Назарбаевтың моделі деп айтпайтын шығар, енді Тоқаевтың моделі деген сөзді қосады. Иә. Одан да өткен жаңа Қазақстан дейтін шығар. Бір сөзді құлағы екі үлкен құлағы бар еститін үкімет дейтін шығар. Бұрын еститін үкімет болса, ол одан да күшті еститін үкімет аппараты бар құлағында. Қысқасы сөздердің бәрі келеді, әртүрлі ұрандар болады, бірақ сол адамдар қалса, жүйе өзгермейді. Авторитарлық жүйеміз сол күйінше қалады ма деген қорқыныш менде бар. Енді мұның бәрі сонау желтоқсан оқиғасынан тәуелсіздігіміз жариялаған кезден басталды ғой. Сіз айтып жатырсыз жаңа Назарбаевтың жүйесін Тоқаев жалғастыруда, олар екі бөлек адам болса да, бәрі бір жүйе, бәрі бір адамдар өтірік саяси ойын көрсетеді деп жатырсыз. Желтоқсан көтерілісі мен Жаңаөзен оқиғасын екеуін де ұйымдастырған Назарбаев деп айтылып жатыр. Расымен желтоқсан көтерілісі мен Жаңаөзен оқиғасын ұйымдастыру Назарбаевқа керек болды ма? Былайда Жаңаөзен жөнінде менде ешқандай ақпарат жоқ, хабар жоқ. Жаңаөзенді Назарбаев ұйымдастырды дегенді мен естіген де жоқпын, және соған бір дәлел естіген жоқпын. Ал желтоқсанда оны сол уақыттың өзінде енді 90-шы жылдар ма осы мәселені зерттей бастадық, қарай бастадық, мен де қарай бастадым. Сол уақыттарда мынандай нәрсе шықты. Себебі Назарбаев, не Назарбаевтың адамдары ұйымдастырдыған дегенде бір негіз болу керек қой. Қай жақтан ұйымдастырды, неліктен ұйымдастырды деген мәселе. 1985 жылы Гурьевте, қазіргі Атырау облысында, Совет үкіметінің премьер-министрі ол уақытта Рыжков деген. Соның бастауымен үлкен жиналыс болады. 85 жылы. Сол жиналыста Атырау, Маңғыстау, Орынбор үшеуін қосып, мұнайлы аймақ, Совет үкіметінің мұнайлы аймағын жасау туралы мәселе көтеріледі. Және ол мұнайлы аймақ Ресейдің юрисдикциясына берілу керек екен. Қысқасы біз екі облысымыздан айырылайын деп тұрмыз. Бұл 85 жыл болған оқиға. Менің естуім енді бұл. Сол уақытта Қонаев кетуге арызын беріп қойған 85 жылы. Ол сөз сөйлеп айтыпты. Мен қарсы емеспін мұнайлы аймақтың жасалуына. Бірақ Маңғыстау менен Гурьевтің, Атыраудың юрисдикциясы Қазақстанда қалады. Біздің екі облысымыз ана жаққа кетпейді депті. Назарбаев сөз сөйлепті. Совет үкіметі біздің ортақ үйіміз. Сондықтан біз екі облысымызды беруге дайынбыз деп. Бұл министрлер советінің бастығы, министрлер кеңесінің бастығы ол уақытта. Соны көрген Қонаев дейді, қатты ренжіп, ойлаған, енді мен кетейін деп тұрмын. Менен кейін келетін үміткердің біреуі Назарбаев. Ол келсе, ана екі облыстан айырыламыз. Деп Горбачевқа барып, мен кеткеннен кейін Совет үкіметінің басқа жерінен адам жібер. Қазақстаннан адам, менің орныма адам қойма деген Қонаевтың өзінің сұранысы дейді. Осыны мен тексеріп көрдім. Сол жердегі жаңағы жиналыс болғаны рас, енді оның барлығының несі архивте бар шығар, бірақ оны жойып та жіберген болу керек та. Осының бәрін біз не дейміз, қарап көрдік те, осындайдың болғанын, дәл осындай жағдайдың келгенін. Ол рас. Енді сол уақыттарда Назарбаев өзі болайын деп отырғанын деп қуанып отыр ғой, мен болам деп. Сол уақытта Колбин келген уақыттарда ол шындығында да ұйымдастыруды бастаған сол деген көп нәрсе бар. Ақ Волгаменен жатақханаларға барған. Жастар да жүрді, бірақ негізгі бастап берген осылар. Бұл ойлады. Енді менің ойымша Назарбаев ойлады. Алаңға 200-300 адам шығарамыз, жастар айқайлап тұрады, одан қорқып біткеннен кейін Колбинді алып кетеді, мен келем деген ой болды. Бірақ аяқ жағы қырғынға ұласты. Назарбаевтың өзі метел
операциясының жаңағы басшысы болуға тура келді енді, министрлер кеңесінің басшысы болғаннан кейін. Бірақ алғашқы қозғау салған Назарбаев деген мәселе ол бар. Және ең қызығы, мен аудармашымын бір жағынан. Фонд Эберт деген бар, Эберт қоры бар осы жерде, Фридрих Эберт қоры. Сол бір документальный фильм шығарды. Это тяжелое слово демократия деген. 10 минут па, 15 минут па. Мен соны аударуға маған берді. Мен соны аударып отырған уақыттарда ішінде Қонаевтан интервью бар. Сонда Қонаевтың сөзін аудармашы болғаннан әр сөзін аударып отырасың, білесің ғой. Қонаев былай дейді Горбачевқа. Дейді да өзінің сөзі. Я спросил у Горбачева, кого вы присылаете к нам? Қараңызшы. Менің орныма кім болады демейді. Сіздер кімді жібересіздер деген сұрағы. Сіздер кім жібересіз? Демек, Горбачевтан барып, Қазақстанға басқа жақтан адам әкел дегені рас. Екінші, Горбачевтың өзі телевизиядан шығып айтты, Қонаевтың өзі басқа жақтан адам әкел деген деп. Сонымен Колбин Ульяновск облысының несі басшысын әкеп қойған. Сондықтан жаңағының негізі бар, Назарбаевтың басында ұйымдастырушы болғаны. Және біз енді сол уақытта жүрдік қой алаңда. Сол уақыттарда жақсы киінген адамдарды көрдім мен, бірнеше адамды. Қорықпаңдар, алға басыңдар, деп жаңағы адамдарды алға итеріп жүрген киімнің киісінен белгілі ол. Жай адамдар емес. Бұл лауазымды бір адамдарда, министрлікте істейтін, басқа жақта істейтін адамдар енді құндыз бөрікпенен жүрген, менің өз көзіммен көргенім. Бізге жаңағы от беріп отырды, ал бастаңдар, анау кейбір адамдар айқайлайды, өзіңде жүрмейсің бе деп қояды. Демек, олардың адамдары осы жерде араласты. Ал Жаңаөзен жөнінде шынымды айтайын, ешқандай менде ақпарат жоқ. Ал қаңтар қырғыны бойынша не дейсіз? Оны да Назарбаев ұйымдастырды деп жатыр. Жоқ. Бұл жерде егер Назарбаев ұйымдастырса, оның жаңағы мүмкіндігі, күші мүлдем бөлек мәселе да. Бұл жерде халық шықты. Шындығында да халық әуелі Жаңаөзендегі газ мәселесімен соларды қолдап шықты, адамдар жиналды. Аяқ жағын бұлар арандатушыларды енгізді. Енді бұл КНБ-дан бау, МВД-дан бау, мен білмеймін, ішкі істер жағынан бау. Қысқасы биліктің өзінің дайындап қойған арандатушылары бар. Сол арандатушылар еніп біткеннен кейін бар, бейбіт шыққан демонстрация дейік пе, митинг дейік пе, соның аяқ жағы тәртіпсіздікпен бейберекет хаосқа ұласып кетті. Осы. Бірақ халық шындығында да қарсылық шықты. Сондықтан менің өз басым қазіргі биліктің айтып отырған мемлекеттік төңкеріс дегеніне сенбеймін. Енді қазір Масимов соттады ғой. Егер ұлттық қауіпсіздік Масимов бастаған төңкеріс жасағысы келсе, анандай төңкеріс жасамайды. Жаңағы қару-жарақ дүкенін басып алып қос ауызбен шықпайды. Олар бір минуттың ішіне не бір самолеттің ішіне бәрін отырғызып жарып жібереді, не болмаса алыстан лазерменен құртады, ауру таратады. Олардың технологиялық мүмкіндіктері өте күшті, олар сондай шығады. Және екіншіден, егер ұлттық қауіпсіздік мемлекет төңкеріс жасады десе, 3 адам сотталмайды. Әр облыстан жүздеген КНБ-ның басшылары сотталады, жүздеген әр облыстан. Мысалы 16 жылы Түркияда осындай мемлекеттік төңкеріске ұқсас жағдай болды. Мен сізге айтайын ба? 60 мыңдай адам сотталды, жұмыстан кетті. Полковниктардың өзі мен ойымша 2 мыңдай полковник кетті, сотталды, генералдарын есептемей-ақ қояйын. Егер ұлттық қауіпсіздік комитеті көтерілісті ұйымдастырма, бүкіл облыстардың адамдары болады, бәрі бірігеді. Әйтпесе 3 адам отырып, сыраханада отырып әңгімелескен сияқты, сол 3-еуін соттады. 2 орынбасарменен Масимов соттады. Және ең бастысы, сот жабық өтті. Біз білмейміз әлі күнге дейін Масимов кінәлі ме жоқ па? Халық білмейді. Мен әңгімем Масимовке жаным ашып отырған жоқ. Бірақ шындығында да ойын болуы әбден мүмкін, саяси ойын болуы мүмкін. Бұл халықтың ашу ызасы емес. Халық билікке риза, халық шыққан жоқ. Міне, жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитеті басып алғысы келді. Оның артында тағы да Назарбаев тұр деп халыққа үйрете бастады. Бұлайда кейде осындай халыққа саяси бағыт береді. Халыққа саяси бағыт береді. Оны әбден дайындайды. Бұл Тоқаев келгеннен бастап осы дайындала бастады. Мен жаңа айттым ғой, ойбай Ақорда бар екен, мына жақта кітапхана бар екен. Кітапханада Назарбаев отырады екен, Ақордаға жұмыс істетпейді екен. Ақорданың үстінен қарап отырады екен. Тоқаев жақсы нәрсе істегісі келеді, бірақ мен жақта мынау ұстап отыр деген сияқты нәрсе алдын ала дайындалды. Оның бәрі келе жатты да, ал мынандай халық көтеріліс болғанда жақсы болды. Көрдің бе? Мынау Ақорда өзінің күшінен ене беріп еді, мына жақтан ұйымдастырып жіберді, халықты қарсы шығарып деген нәрсе жақсы болды да бұлардың бәрі. Бұл алдын ала барлығы бір сценарий бойынша дайындалады. Халыққа белгілі бір не дейді? Саяси қоғамдық бағыт береді. Осылай баға беріңдер. Бұл мынандай деп саған түсіндіреді. Бұл мынау ондай емес, бұл халық шыққан жоқ.
бір адам жоқ алаңда, қараңдаршы. Бұған шыққан жаңағы террористер 20 мың тағы басқа. Ең қызығы, сол енді 20 мың террорист деп айтқаны жалған ақпарат беру деген бізде бап бар. Сол үшін жауап беру керек та. Бірақ адамдар айтады, бұны оған жаңағы не дейміз, қарулы күштер дейміз ба, кейін ба, соның адамдар айтты, 20 мың адамдар кірді, анау деген айтты. Бірақ Тоқаевтың аузынан әлі шыққан жоқ. Мынау адам айтты, жалған информация берді деген. Бұл бір. Екінші, Масимовтың теледидардан мен сөзін естіген жоқпын. Мен осылай жалған хабар беріп едім, маған да сөйтіп менің адамдарым айтты деп ақталу керек қой енді. Мен айтып едім осыған деп. Бұл әлі күнге дейін жабулы күйінше тұр да. Бұл әлі күнге дейін жабулы күйінше тұр. Мысалға, айтыңызшы, 10-15 жылдан кейін біздің еліміз қандай елге айналады? Өзіңіз айтқан жаңағы ұлттық идеологияға қатысты екі мәселе де көңілімді көншітпейді деп жатырсыз. Ішкі саясатымыз мынау, сыртқы саясатымыз жарайды, енді түзеліп келе жатыр делік. Жалпы біздің ұлтты Қазақстанда қалай көресіз? Өте қиын да, мен енді балаша алмаймын, болжам жасай алмаймын, Нострадамус емеспін. Бірақ нәрседе менің қазіргі үмітім ұлттық бағыттағы бұл демография. Философияда мынандай бір категория бар. Сан сапаға айналады деген. Диалектикалық материализмнің бір заңы. Демек, сан көбейген сайын сапалы адамдар шығады, ақылды адамдар. Біз мысалы 39% болып отырғанда 91-ші жылы, 90-ші жылы. Мен 90-ші жылы партия құрдым. Совет үкіметі бар кезде Совет үкіметіне қарсы, коммунистік партияға қарсы. Сол уақыттарда желтоқсан шықты, Хасен Қожахмет ағамыз бастаған, Алаш шықты, Арон Атабек бастаған, Азат қозғалыс шықты, Михаил Иванович Есенәли, Батырхан Дәрімбет, қанша жаңағы үлкен-үлкен азаматтардың бәрі бар. Сол уақытта қазір біз 80% болған уақыттарда дәл жаңағыдай 4-5 ұйым емес, 10 шақты ұйым болу керек қой. Сан сапаға айналу керек. Мен соны көре алмай тұрмын. Санның сапаға айналуына, мен ойымша бір, ол философияның заңын жоққа шығарған сияқты болыпса, бірақ мен ойымша оғанда бір белгілі не керек сияқты. Не дейміз, бір белгілі шарттар керек сияқты, санның сапаға айналу үшін. Ол үшін осы 30 жылдың ішінде халыққа ұлттық мәселені де түсіндіріп, ұлттық құндылықтарды орнына келтіруіміз керек. Жоғалып кеткен тіліміз, жоғалып кеткен мәдениетіміз. Керек десеңіздер салт санамыз. Ертең мысалы жаңа жылды тойлаймыз. Кешіріңіздер, жаңа жылда мен айтамын, бұл жаңа жыл емес қой. Бұны күнтізбелік жаңа жыл деп біріміз нетеміз. Бұл жаңа жылымыз біздің басқа жақта ғой. Бұл жаңа сөйтіп кетеді, ойбай, өмір бойы тойлап келе жатырмыз ғой дейді жолдастарым. Өмір бойы емес. Бұл жаңа жылды тойлау, ұмытпасам 47-ші жылы ғана Сталиннің қол қоюымен алды. Алғашқы 36-37-ші жылы ғана қайталап алып келді. Бұны 17-ші жылы жаңа жылды буржуазиялық мейрам деп Лениннің декретіменен жауып тастаған. Жаңа жыл тойламаған Совет үкіметі кезінде. 36-ші жылы халық жауы деп адамдарды атып жатты ғой. Сол уақытта адамдар арақ ішіп отырсын деп жаңа жылды қайтып шығарды. Сонымен соғыстан кейін тек 47-ші жыл ғана жаңа жыл кірді. Біз қазір ғасырлар бойғы өзіміздің неміз деп ойлаймыз, бір салт дәстүріміз деп. Қазақтар біріне бірі адамның атын айтатын. Кіші адамға інім дейді, үлкен адамға аға дейді. Мысалы мен Қасым Жомарт аға деймін, Тоқаевты менен 2 жас үлкен болса да, 2 жас үлкенде сөйтіп айтуым керек. Ал бізде қазір ол да жоқ. Бұл қазақтың қаратпа сөзі бізде қазір Маржан Аспандиярова, Нұрсұлтан Әбішевич деген сөзге кеттік. Бұл біздің тағы бір ұлттық дәстүріміздің жоғалуы, талқан шығып жоғалуы. Қысқасы осындайлардың бәрін қарай берсек, біз өзіміздің ұлттық мәселеміздің бәрін айырылдық. Керек десеңіздер, мен талай апайларды білем, бірдеңе болса болды, ағаш бар ма? 3 рет ұрайын деген. Шоқ қой, ол біздің өмірімізде жоқ ондай нәрсе. Салтымызда жоқ. Қысқасы біз отар кезіміздегі жоғалтқан нәрсемізді қайтып алып келе алмай отырмыз да. Қайталап қазақ бола алмай отырмыз ең болмаса. Офифтен айырыла алмай отырмыз. Президентімізде де оф бар. Президент емес, президенттік қасындағылардың бәрінде оф бар. Бізде белгілі ғой. Не дейді, басшысың соқыр болса, бір көзіңді қысып жүр дейді. Эмомали Рахмон Тәжікстанда, Рахманов тұғын. Ол оф дегенді алып тастап еді, бәрі офты алып тастады қазір Тәжікстанда. Оф жоқ қазір. Біз әлі күнге дейін, не дейтін, мен бұны отаршылдықтың қарғысы деймін. Белгі біздің миым басымызға мына жерге ұрып тастаған таңбамыз оф еф дегеніміз. Ешқандай қазақтың заңына қатысы жоқ, нормативтік немізге жоқ. Біздің ешқандай немізге келмейді, не салтымызға, не заңымызға, тіл заңымызға келмейтін жасанды түрде кірген оф еф, ова евамен 36 жыл жүрміз біз әлі.
36 жыл. Не деген сұмдық. Мен ойымша, бізде сол осы 36 жыл бұрын жаңа айтып отырмын ғой, неге сан сапаға айналмай отыр. 80% қазақ болған уақыттарда қаншама саяси, қоғамдық топтар, азаматтар неге шықпайды? Әлі күнге дейін қарасақ, Хасен Қожахметті шақырамыз. Ойбай сөйлеймін. Мен 70-тен мен дастым, Хасекең 75-ке келді. Кешіріңіздер, біз немерелерімізді бағып отыруымыз керек та. Жаңағы әркімді қорғап, әрнәрсе қылып жүрмейді. Мен ойымша сол тәуелсіздік алғаннан кейін барып, бізде өзгеріс болған жоқ та. Тәрбиеміз, тіліміз, орыс тілінің сақталуы, қолданылу мәселесінің бәрі сол күйінше қалды да. Тек қана жалауымыз өзгерді, елтаңбамыз өзгерді, әнұранымыз өзгерді. Рахмет оған, менің Қазақстан дегенді қайтарып шығарған. Басқа ешнәрсе өзгерген жоқ. Басқару стилі сол әкімшілік, әміршілдік жүйе. Баяғыда осы сөз бар, административный командный система. Оның ішіне тоталитаризм да кіреді, авторитаризм да кіреді, оның ішіне бәрі кіреді. Біз сол жүйеде қалдық. Өзіңіз айтқандай жаңағы оф, ефтан айырылмай келе жатырмыз ғой. Орыс тілі, қазақ тілі мәселесі деп жатырмыз. Осы жақында жалпы оған бір Ресей көршілеріміздің де белгілі бір дәрежеде әсері бар сияқты. Себебі оқ-дәрі шығарамыз дегенде, білесіз осы жуырда Дума депутатының бізге қарата айтқан сөздері бар. Әдейі айтты ғой енді. Оқ-дәріден бөлек басқа бір сөзін айтып қалды. Тілімізді, біздің орыс тілін ысырып қойып жатыр, бізді бөліп жатыр, көрші деген бұндай болмайды деп. Шын мәнінде көбінесе біз ол Ресейдің шовинистік көзқарасында дұрыс жауап бермейміз. Жақында Трец әлеуметтік желісі негізі танымал болып жатыр ғой жастар арасында да. Сол жақтан мынадай бір жазба көрдім. Ресей азаматтары еркін түрде оларға заң бар ма жоқ па білмеймін, соны сұрағым келіп отыр. Бұйырса дейді, орысша жазып жатыр. Жақында солтүстік Қазақстан Ресейдің бір бөлігі болады. Бастарында ауыртпаңдар деген секілді бір сондай мағынадағы жазбаларды көп көріп қаламын негізі. Ол жерде бұл ұлтараздық қақтығысты немесе басқа да бір мәселені туындату мақсатында айтып жатқан жоқпын. Сондай азаматтарға заң бар ма негізі? Не себепті Ресей тарапынан біз көп сондай кикілжіңге қалып жатырмыз? Біріншіден былайда, олар жаңағы ішінде депутаттар да айтады, басқалар да айтады, губернатор айтады. Олар осыны қазақтарға айтып жатқан жоқ. Қазақстандықтарға айтып жатқан жоқ. Солтүстік Қазақстан, Қостанай біздің жеріміз деп дәлелдеп, тарихты көтеріп өздерінше. Олар оны орыстарға айтып жатыр, өздерінің, Ресейдің адамдарына айтып жатыр. Ресейдің адамдары алдын ала осыған сену керек те, анау біздің жеріміз екен ғой дегенге. Біз мына жақта жатып, ер тоқымда басымызға алып тулаймыз ғой, ойбай, аналар Қазақстанға осындай сөз айтыпты, не деген сұмдық, мынаны құртыңдар, бір нетіңдер деп та. Кез келген адам аузына қақпақ бола алмайсың. Мысалы, Африканың бір тайпасындағы бір, не дейміз, көсемнің баласы Қазақстан менің жерім десе, біз күлеміз де қоямыз ғой. Оған ешнәрсе ренжімейміз ғой. Ой, бір Мумба-Юмба деген бір тайпаның, Мванго деген адамы Қазақстан менің жерім депті. Ақмақ дейміз де қоямыз. Ал мына жақтағы адамдар айтқан уақыттарда біздер секем аламыз, біздер ашуланамыз, біздер сескенеміз кей уақыттарда. Сондықтан оған байланысты ешқандай заң жоқ, себебі олар басқа мемлекеттің адамдары. Өздері не айтқысы келсе соны айта алады. Қазір өкінішке орай әлеуметтік желіде бізге де келеді. Ол бұрынғы айтып жүрген нәрселер ғой, бәрі айтып жүрген нәрсе. Егер біздің адамдар айтатын болса, бұл біздің конституциямызға қайшы. Ол жөнінен қатаң жаза болу керек. Өкінішке орай осындай жазаны да көріп отырған жоқпын. Айтады аузына келгенін, кешіріңіздер енді. Сөйтеді де ертеңіне кешірім сұрайды, шығып алып, мынандай жерде отырып алып, кешіріңіздер, мен осы эмоциямен байқамай айтып қойыппын деп. Жауапкершілік болу керек та. Енді анау Алина деген Қарағандыдағы енді баласы бар деп оны түсем, гуманистік бағыт міндетті түрде болу керек жаза берген уақыттарда. Оны кейінге қалдырды дейді. Бірақ біреулер айтады, ол кейіннен баласы мысалы енді 10-ға жете ме мен білмеймін заңды. 10-ға жеткен уақыттарда енді баласы үлкейген уақытта жаңағы 3 жылын сотталған. Ол түрмеге барып отыру керек. Ол отырмайды ғой ол. Отырмайтын себебі оның арасында қаншама амнистия болады біздерде. Мынандай жылға байланысты, мынандай жаңағы юбилейге байланысты деген амнистиямен құрып кетеді. Амнистия оған жұмыс істемеу керек. Ол амнистияға кірмеу керек. Себебі ананың айтқан сөзіне жазалану керек. Жаңағы Шымбұлақтағы кафедегі айтқан адам міндетті түрде жазалану керек. Кешірім сұрау адамның өзінің моральдық, өзінің алдындағы, өзінің қателігін мойындау, есіңізде болсын. Ол жауапкершіліктен құтқармау керек.
Ол айту керек, мен жүрегімменен жағы жылап отырып кешірім сұраймын, бірақ соттаңдар, мен айттым, талай адамның жағы не дейді, жаңағы жүрегіне жара салдым, Қазақстанды, өзімнің отанымды жамандадым, сол үшін мені жазалаңдар. Ал менің кешірім сұрағаным Алланың алдында, не өзімнің алдымдағы кешірім. Бізде кешірім сұрау жауапкершіліктен құтылу сияқты. Осындай ақымақтық бар. Бұл ақымақтық барып тұрған. Және екінші осыған ұқсайтын тағы бір ақымақтық бар, оны айта кетейін. Бізде үлкен бір министрлер, әйтпесе басшылар бір қателік жасайды ғой, коррупцияны мына болса, 10 орнынан алып тастайды дейді. Алып тастау жаза емес, кешіріңіздер. Алып тастау жазадан құтылу. Оны жазалау керек, орнында отыра берсінші, мейлі. Бірақ жазалау керек. Бізде анау орнынан алып тастаған жазалау сияқты. Сонда орнында отырған оған рахат, орнынан алып тастаса да одан артық жаза жоқ сияқты. Кешіріңіз, ол істеген ісіне, қылмысына жауап беру керек. Орнынан алу ол екінші мәселе. Бізде анау сол сияқты көрінеді. Сондықтан қазіргі кездегі мысалы ең соңғы менің таңғалғаны Мирболат деген жігітті соттады. Қараптан қарап түсінбеді 4 жыл. Біз Қасен Қожахмет екеуміз пресс-конференция жасап, сол туралы көзқарасымызды айттық та, мен сонда оқып шықтым Мирболаттың айтқан сөздерінің бәрін. Бірде-бір сөзі не 174-ші бапқа келмейді, ішінде орысты жамандаған бір ауыз сөз жоқ. Бәрі қарапайым сөз. Сен неге қазақша білмейсің, сенің орныңа басқа мына Күләш апайымыз отырсын қазақша білетін, сен осы Қазақстан тұрасың. Жай қарапайым сөз, оны мен күніге 5-6 адамға айтамын. Кеше ғана маған біреу хабарласты жоғары жақтан. Мирболаттың оның алдындағы айтылған сөздеріне байланысты оны соттады дейді. Мен айтамын, кешіріңіздер, дәлелдеңдер, көрсетіңдер, ол не айтты? Неге сол уақытта сендер оны соттамадыңдар? Сол уақытта неге оны тоқтатпадыңдар? Ал жағы істегі сөзін, менің өзім алып қараған сөзінің бірде-біреуіне, енді мен филологпын ғой, мен таң қалдым, мына сарапшылардан да сұрау керек, сарапшылар да жауап беру керек халықтың алдында. Неге жаңағы сөзді 174-ші бапқа келді? Қай жағынан дәлел бар? Мен дәлел көріп отырған жоқпын. Мен 20 жыл университетте сабақ берген адаммын қазақ тілінен. Ана жерде жоқ. Мен соцлингвистпін және. Сондықтан осындай нәрселердің бәрі, не дейді жаңағы, біреуі жасамаған іс үшін сотталып жатыр. Біреуі бүкіл мемлекетті, бүкіл ұлтты шулатып, 3 минут кешірім сұрады, бітті, құтылды. Өте қатаң жаза болу керек бұларға, өте қатаң жаза. Біздің президенттің имиджі сабырлы, салиқалы, парасатты, интеллигент, жаңа не дейміз, Біріккен ұлттар ұйымының орынбасары болған адам. Оның өзінің бір несі бар. Бір президенттер бар, жаңағы айқайлап, Трамп, қарасаңыз, Трамп сәл-пәл болса, кешіріңіздер, Трамп кешірім сұрайды, Трамптан сайқымазақтау. Сөйлеген сөздері аузынан шыққан кейбіреуді, мен ондай сөздің кейбіреуіне сотқа беремін. Мысалы, Зеленскиймен сөйлескен уақыттардағы өзін ұстау деген сияқты. Ол оның имиджі, оның рөлі. Әлиевтің өзінің рөлі бар. Әлиев және соны әр уақыттарда өзінің рөліне келіп, өзінің рөлімен жаңағы сөйлейді, өзінің рөлімен ойнайды. Сондықтан менің ойымша біздің президенттің мінезінде ондай нәрсе жоқ сияқты. Бірақ оны өз жасамаса да біздің сыртқы істер министрлігі бар, осыған тікелей қатысы бар мәселе. Олар осындай уақыттарда, байқайсыз ба, Өзбекстанда Мирзияев емес, не бір университеттің ректоры, не депутат, не сыртқы істер министрі жауап береді. Байқадыңыз ба? 2-3 рет мен байқап қалдым. Ресей бір ауыз сөз Өзбекстанға біздің жаңағы неміз сияқты айтып қалса жаңағы, бізге айтатын сөздерін Өзбекстанға, Өзбекстан сарт еткізіп жауап береді. Қатты жауап береді. Керек десеңіздер, ұмытпасам, кім келгенде, Матвеев келгенде ме? Кімге? Сергей Лавров келген уақыттарда мемориалға өзбекше және ағылшынша жазып қойғанға ол өзінің бір ренішін айтты да, неге орысша жазбағансыңдар деп, Ташкенттегі мемориалда қарап отырып. Сол уақыттарда сыртқы істер министрлігінің орынбасары қатты жауап берді, жауап бергенде өте қатты жауап берді. Кешіріңіздер, бұл ағылшын тілі мемлекет, жаңағы ұлтаралық бүкіл жаңағы не дейді, әлемдік тіл есебінде жазамыз. Ал орыс тілінің бізге ешқандай қатысы жоқ. Біздің конституциямыз ешнәрсе белгіленген жоқ орыс тілінің. Деп Лавровтың аузын жауып тастады. Сондықтан егер Тоқаевтың өзінің имиджін бұзғысы келмесе, басқа да азаматтар бар ғой, азамат деп айтуға болса, сондай азаматтар, орнымнан кетсем кетейін, мына халқымды бір қорғап қалайын деп қатты өзінің ойын, пікірін айтып, орнына тұрғызу керек та, міндетті түрде. Қазақта бір боғауызда сөз бар, бұға берсең сұға береді деген сияқты да. Біз қазір ойбай мынау Ресей бізге бірдеме қылып қояды деп жалтақтасақ, олар жеп қояды бізді. Мынау итті көріп қаштың ба, ит сенің артынан келіп міндетті түрде тістейді. Сен осы жерде қайта өзің тәуелсіз мемлекет екеніңді, мәдениетті түрде көрсете білуің керек, айтқан сөзге жауап беру керек. Қазақ айтады, басыңнан сөз асырма дейді. Бастан сөз асырмау керек та. Бұл мемлекеттің тәуелсіздігінің белгісі. Біреудің айтқан сөзіне
аузын жауып тастау дей ма, қаттырақ айтқанда. Егер президент ондай деңгейі менің деңгейім емес дейтін болса, онда жаңа айтқан сыртқы істер министрлігі бар, депутаттар бар. Депутаттар неге айтпайды жаңағы? Депутаттардың жұмысының біреуі сол. Ол халықтың сайлап қойған адамы, олар айту керек қой. Қатты айту керек, одан да жақсы айту керек. Бірақ мен білмеймін, олар тектап жатыр. Депутаттар демекші, осы халық қалаулысы, елдің жанашыры деп біраз депутат сайланды ғой, енді өзгерді, бізде бәрі өзгереді деп. Былайда депутаттар алғашқы 1-2 жыл оған мен көп баға бере қоймаймын. Жаңағы не дейді, әуелі жұмыс істеп үйренеді, қандай проблемалар бар оның бәрін енді бастайды ғой. Ал бұлар кей уақытта соңғы жылдар ғана оянады. Өйткені сайлау келе жатыр, өздерін қайталап сайлауға түскен жақсы көретін шығар, тағы басқа нәрсені оянатын шығар. Жалпы қазіргі кезде 3 жылдың ішінде мен күткен заңдар, енді басқа заңдар жасалмай жатыр деп айтпаймын, жасалып жатыр заңдар. Бірақ негізгі саяси реформа бағытындағы заңдар және ұлттық бағыттағы заңдар мүлдем жоқ деуге болады. Я дайындалып жатыр дегенді естимін. Мен де хабарласып тұрамын олармен. Я біздерде қазір тіл туралы заңға өзгеріс енгізуге дайындалып жатыр. Біз мынандай нәрсе жасап жатырмыз деген сөздерді айтады да қояды. Бірақ ол баяғыда енді ескі Қазақстанда осындай нәрсе көтерілген уақыттарда әртүрлі саяси топтардан, қозғалыстардан адамдар шақыратын тұғын. Талқылайтын тұғынбыз. Астанадан шықпайтын тұғынбыз. Талқылаймыз, мен ешқандай қатысым жоқ, бірақ шақырады. Ұлт тағдыр қозғалысынан досаға келіп, мынандай нәрсені талқылайық деп, көші-қон заңын дайындап талқылайын деп жатырмыз. Сіздер жұмысшы тобына кіргілеріңіз келе ме? Айтамын, кіргіміз келеді деймін. Сөйтемін де мен ұлт тағдыры үшін 2-3 адамға айтамын. Сен біреуің Зарханға барыңдар, Қинаятұлына, жаңағы Моңғолиядан бастап келген. Сен мына жаққа барыңдар, көші-қонға не керек? Сөйлесейік, сонымен біз өзіміздің немізді дайындап барамыз. Астанаға жай бармаймыз. Сөйтеміз, ана жерде отырамыз, талқыға саламыз. Қазір жоқ, қоғам араласпайды. Жаңа мен айтқаным, қоғамның араласуы, заңға да, басқаға да үлкен бірдемелер болса араластырады. Кейде ойын түрінде араластырады, кейде шынымен біздің айтқанымыздың кейбіреуі кіреді. Мен талай комиссияда болдым, мен одан бас тартпайтын адаммын. Ал қазір кезде ол жоғалып кетті. Оны бәріміз мойындайықшы, жоқ ондай нәрсе. Депутаттардың өздері жұмыс істей ме? Демек ертең депутаттардың өздері жауап береді. Міне әңгіме сонда жатыр. Егер біздер бәріміз аралассақ, онда міне қоғам араласты деп депутаттарға жақсы болар еді. Қазір жоқ. Мен білем, қоғамдық палата бар дейді. Баяғыда мен де қоғамдық палатада 5 жыл болдым. Ол қоғамдық палатаның жұмысы мүлдем бөлек. Қазір ешкім білмейді бұл қоғамдық палата, бірақ бар дейді қоғамдық палатаның. Бұл соның жұмысы. Депутаттар менен қоғам араласып бірдеме істеу керек, бірдеңе талқылау керек. Өйткені біздер халықтың арасында жүрміз да көбінесе. Депутаттар енді жұмыс қой, барады, парламентте отырады, заңдарды қарайды, олар да жұмыс істеп отыр. Сондықтан осы нәрсе жоғалып кетті. Бұл менің ойымша парламенттің және парламент депутаттарының ең үлкен қателігінің біреуі. Халықпенен араласып жұмыс істеу жоғалды. Онысы да тым жақсы деп айта алмаймын, бірақ болған бұрынғы кездерде. 2000 жылдары бәрінде болған. Қазір ол мәселе мүлдем жоғалып кетті. Екінші жағы менің айтқан саяси реформа жағынан ешнәрсе жасалған жоқ, өкінішке орай. Сол күйінше қалды. Енді ертең бәрібір не дейміз? Халықтың алдында жауап беруге тура келеді ғой енді. Бәрібір халық сұрайды ғой, ертең тойда отырады, ей сендер 5 жыл отырдыңдар ғой, не істедіңдер дейді ғой, қазақпыз ғой бәріміз, бірімізден біріміз. Сонда не айтады? Кеше мынадай мәліметті біз талқыладық. Самұрық қазына, өзіңіз айтып жатырсыз ғой, бәрі шет-шетінен бөлініп кеткен, бір-бірін тыңдамайды деп. Самұрық қазына әл-ауқат қоры, ол үкіметке де ешнәрсеге де бағынбайды, тіпті есеп комитеті де олардың есебін ала алмай жүр екен. Осы қай жылдары Әлихан Смайылов тексеріп 122 миллиард теңгенің заңсыз, тиімсіз жұмсалғанын анықтапты. Ал басшылық құрамындағы төрағасы негізі 7 адам Бектеновтен бастап. Бектенов, одан кейін осы кеше ғана сайланған Ерболат Досаев, сөйтіп кете береді, бәрі таныс есімдер. Бүкіл басшылық құрамды қосқанда өздері сол 15 адам екен. 15 адам қаншама кәсіпорынды басқарып отыр ғой, ірі Қазақстан темір жолы, қарызға батып кеткен Қазақтелеком деген секілді. Осы 9 айдың ішінде 7 миллиардқа жуық қаржы осы топ-менеджерлер, 15 адам. Бонусқа ақша алған дейді. Оның ішінде жаңа айлық жалақысы бар, сыйақысы бар. Сонда біз есептеп қарадық, 500 миллион, әрқайсында 500 миллионнан келеді. Бірақ ол нақты есептер бермегенде, біз осылай сыйақы алдық, біз осылай жалақы алдық деген секілді. Жалпы осындай бір әдетсіздіктер, мына елге қайтару қорының инвесторлардың құқығын қорғау комитеті болып атауының өзгертілуі, басқаша
жүйе қалыптасып жатыр, байлар байып, кедейлер кедейленуде, оны баяғыдан айтып келе жатырмыз. Қашан тоқтам болады, қашан біздің халық оянады? Байқасаңыз, билік жүйесінің ауысуы бір ақ нәрсе. Билік жүйесінің ауысуы, жаңа саяси күштің келуі. Бірақ жаңа саяси күш жоқ, сондықтан билік жүйесі ауысу. Екіншіден, билік жүйесі өздерін бейбіт түрде ауыстыратындай мүмкіндік бермейді. Ол мүмкіндік сайлау ғана. Ал сайлаудың қалай өтетінін менің ойымша бәріміз білеміз. Демек, билік жүйесі ауыспаса, бұл мәселе сол күйінше қалады. Иә, кейбір не дейміз, косметикалық дейміз бе? Кейбір сондай өзгерістер болады. Кейбір жерлерде жақсы бір нәрсені көрсетіп қоятын шығар. Мысалы, Тоқаевтың 92-ші бензинді наурыз айына дейін көтермеңдер, мынандай қылмаңдар, мынандай деген нәрселерінің бәрі анда-санда болып тұрады. Бірақ жүйе өзгермейді. Себебі, тағы да қайталап айтамын, жүйе өзгеру үшін әділетті сайлау керек. Және екіншіден, сол сайлау арқылы келетін жаңа саяси күш болу керек. Ол жаңа саяси күш қазір жоқ. Ол әлі қалыптасу керек, ол тіркелу керек, ол сайлауға түсу керек, ол халықпен жұмыс істеу керек, өзіне электорат жинау керек, өзіне дауыс беретін адам. Бұл кем дегенде 5-6 жылға созылады. Сондықтан жақын 6-7 жылда бізде өзгеріс болмайды. Ойламаңдар, бір жақсы президент, не болмаса жақсы бір премьер-министр келіп, жүйені өзгертеді деп. Бұл мүлдем қате пікір. Тағы да қайталап айтамын, белгілі бір саяси күш келу керек. Құрылым, облыстарда адамдары бар. Сондай құрылым келсе, сол уақытта өзгереді. Бірақ соны келтірмейді, және соны тіркетпейді, және сайлаудың әділетсіздігі осы күйінше әзірше қалады. Сондықтан менің көзқарасым пессимистік көзқарас шығар, бірақ мынандай бір сөз бар. Ақпараты бар оптимист, пессимист дейді. Сондықтан менде ақпаратқа сүйеніп отыр, менде пессимистік көзқарас осылай қалыптасады. Досаға рахмет, осы саясатқа байланысты, ұлт мүддесіне байланысты өз пікіріңіз айтып жатқаныңызға. Енді өзіңіздің жеке бір өміріңізге дейміз ғой, немереңіздей адаммын, жалпы өмір жолыңызда не түйдіңіз болады ғой, мен осы жасқа келіп, осы нәрсені түсіндім дейтіндей жастарға қандай ақыл айтасыз? Менде өзімнің саяси мақсатыма жеткен кезімде болды. Мысалы, алғаш рет біз партия құрған уақытта 90 жылы. Біздің алдымызға қойған мәселеміз коммунистік партияны құрту, коммунистік идеологияны тоқтату, қысқасы тоталитарлық режиммен күресу болды. 1,5 жылдан кейін коммунистік партия өзіне жауып кетті. Жеттік пе? Жеттік саяси мақсатымызға. Бірақ олар кейіннен Нұр Отан болды, кейін Аманат болды. Қайталап, жаңағы біздің соғысқан коммунистік партиямыз қайталап шықты, жаңағы 7 басы бар, Айдаһар сияқты, біреуін басы кесіп. Екінші алдымызға мақсат қойдық. Қазақ тілін мемлекеттік тіл жасаймыз дедік. Ұйымдар құрдық. 88 жылы ұйымдар құрдық біз. 88 жылы. Сөйтіп облыстарды аралап ұйымдар құрдық. Ақырағында 89 жылы қазақ тілі мемлекеттік тіл болды. Оның қандай деңгейде екені екінші мәселе, бірақ жасадық. Демек, мен екінші саяси мақсатыма жеттім. Үшінші, тәуелсіздік аламыз дедік. Мен Азат қозғалыс төрағасының орынбасарлығына шақырды, жұмыс істедік, тәуелсіздігімізді алдық. Бір үлес қостық. Мен саяси мақсатыма жеттім. Енді әрі қарап мен ұлттық мемлекет, қазақ мемлекет құру деген мақсатыма жеткен жоқпын. Әділетті сайлау жасаймын деп 5 жыл уақытымды бердім. Сайлауды бақылаушылардың президенті болдым мен. Оныма жеткен жоқпын. Қысқасы, бір жерге жетеді екенсің, бір жерге жетпейді екенсің. Сонда менің түйгенім бір нәрсе. Жағаласқанның жаны қалады дейді қазақ. Күресе беру керек та. Бір жерде жеңілесің, бір жерде шығыс істесің, бір жерде жеңесің. Күреспесең, ештеңе өзгермейді. Және күрескен уақыттарда біреулер енді мені митингке шақырып жатыр деп сотқа беруі мүмкін шығар. Далаға шығып атқа мініп күреседі. Егер қазақ атқа мініп шықпағанда, жоңғарлардың астында қалар едік. Егер біз көшеге шықпаған уақыттарда, желтоқсан кезінде тоталитаризм іргесі тас шайқалмайтын еді. Егер Жаңаөзенде кіші жүздің азаматтары жүнтөстерді қуып шығамыз деп ұран тастамаса, 14 000 адамды самолетпен алып кетпес еді. Көшеге шығып, айқайлап шыққан уақыттарда ғана. Сондықтан міндетті түрде диванда, үйде отырып еш нәрсе шешілмейді екен. Міндетті түрде халық өзінің күшін тек бір нәрседе көрсетеді. Бұл егер бізге саяси бағыттағы жолменен жүруге мүмкіндік бермесе, бейбіт түрдегі алуға мүмкіндік бермесе, онда революцияға келеді. Мен революцияға шақырып отқан жоқпын, бірақ соған биліктің өзі алып келеді. Өйткені бейбіт жолменен әділетті сайлау жасап, партиялар болып, жаңағы билік өзгеріп жатса, ешкім көшеге шықпайды.
айтады, ойбай, мынау баяғыдан отырған бәленшек қой, жаңа өзің айтасың ғой. Жаңағы неде самұрық қазынадағы басшылардың бәрі бұрынғы фамилиялар деп, жаңағы Досаевың бар шығар, Бектеновың бар шығар, Қошановтар бар шығар, Қариндар бар шығар. Бұлардың бәрі солар ғой. Олар 36 жыл отырды ма, тағы 36 жыл отырады. Біз 36 жыл қоңыз теріп жүрсек, біз әлі отырамыз. Сондықтан міндетті түрде жағаласқанның жаны қалады деген сөзді мен жақсы көремін. Менің түйгенім сол. Жеңілген уақыттарымыз да болды, мақсатқа жете алмаған уақытымыз да болды, және мақсатымыз әлі күнге дейін тұр. Мысалы, қазақ мемлекетін жасау бұл біздің мақсатымыз да. Баяғыдағы алаштан бастап қазақ мемлекетін жасау мақсатымыз. Қазақстан емес, тағы айтып айтамыз. Қазақ мемлекетін жасау. Оның ішіндегі бас ұлт өкілдерінің бәрінің құқы бізбен бірдей болады. Бізге ерекше құқық берілмейді. Олардың азаматтық саяси құқықтарының бәрі бізбен бірдей болады. Тек бірақ бұл қазақ жері екені мойындалады, қазақ тілінің мемлекет тілі екені бәр жерде қолдануы мойындалады. Бұл қазақтың жері екені мойындалады. Бәріміз теңбіз. Орысың, кәрісің, бәріміз теңбіз. Бірақ бұл қазақ мемлекеті. Міне, басқа еші. Бұл өте қарапайым мәселе. Мен осы саясатқа, ұлтшылдыққа алып келген екі негізгі мәселе болды. Енді басқа да мәселелер ғой, әр жақтан жинақталады. Оқыған кітабыңнан, көрген киноңнан сенің көңілде бірдеме қалады ғой, романтика қалады, қарсыласу қалады, әділеттік үшін күресу деген нәрселердің бәрі солай жинақталады. Бірақ екі мәселе негізгі болды. 1983 жыл ма, 84 жыл ма мен институтта сабақ беріп жатырмын. Университет бітіргеннен кейін мені институтқа Каспийге жіберді сабақ беруге. Бір күні шешем келді Қызылордадан. Сол дүкенге барып келді да, түрі бұзылып кеткен, маған айтты, сен не істеп жүрсің дейді. Мен айтамын, не істеп жүргенсің? Мен сабақ беріп жүрмін институтта деп мақтанып қоямын ғой кеудемде келіп. Жоқ, не істеп жүрсің деді. Мен жаңа дүкенде болдым деді. Мен заттарды алып сөйлесіп едім, ақшаны төлейін деп, маған говорить человеческим языком деді. Дүкеншілер. Қазақша сөйлейді ғой, Қызылордадан келген. Маған айтты, говорить человеческим языком. Сонда қазақтың тілі, малдың тілі ме, сен не істеп жүрсің деді маған. Шешем, анам. Менің басыма жаңа балғамен ұрғандай болды сол уақытта. Мүмкін сол жаңағы кейін ұлттық бағыттағы жұмысыма бір не дейді жаңағы итеретін бір күш болды деймін жаңағы мен. Бірақ сөз шешемнің өзі көп айтпайтын тұғын. Қазақтың тілі, малдың тілі, сен не істеп жүрсің деген сенің міндетің ғой осыны істеу деген сияқты. Жастардың бәрі осыны түсіну керек та, оны басқа біреу жасап бермейді. Екінші, Қайрат Рысқұлбеков сотталған уақыттарда мен аудармашы болдым. Оның әуелі ісін аудардым, 6 күн бойы прокуратура отырып, сосын сотта аудармашы болдым. Тілмәш болдым. Ана жерде аудармашы болдым, мына жақта тілмәш болдым. Сол уақытта мен әділетсіздікті көрдім және биліктің тоталитарлық билік дегеніміздің не екенін түсіне бастадым да. Барлық қолдан жасалған сценарий екенін көрдім. Жазықсыз адамдардың атуға кетіп жатқан өз көзіме түсіндім. Ол уақытта менің жасым 31-де түсіндім мен. Сол уақытта одан кейін бар, бұл 87 жыл, мен 88 жылы алғаш рет ана тіл деген ұйым құрдым. Да саясат пен қоғамдық саяси жұмысқа сосын араластым. Қысқасы, егер өзің түсінігің болса, қасыңда жүрген өмірдегі әрбір эпизод арқылы сенің саяси көзқарасың, немесе азаматтық көзқарас дейікші, саяси емес, азаматтық көзқарас қалыптасады. Бірақ сенің соны білімің болу керек, намысың болу керек, рухың болу керек. Көшеден өтіп бара жатып, ана жерде мысалы, не дейді, Мирзаян деген көшені көрсең, сен айтың керек, ойбай, мынау 4,5 мың қазақты атып тастап, 2,5 мың қосымша тағы сұраған Мирзаян ба? Мынаның көшесінің атын не қылып тұр мына жерде? Ей жігіттер, бармыз ба, біз жоқпыз ба, мынау Мирзаянның атын алып тастыңдар деп айтатындай намыс керек, рух керек. Әңгіме сол намыс пен рухтың азайып бара жатқанда, демек осыны көтеретіндей бір жолдар іздеу керек. Зиялы қауым мемлекет жасамайды өкінішке орай. Шындығында бұл идеологияның жұмысы ғой. Біз бірімізге біріміз айтуымыз керек. Міне сендердің жаңа нелеріңде осындай. Бұл енді біреуді қиратпастау жұмыс емес, басқа емес. Рух пен намыс бұл халықты, ұлтты сақтап қалады. Қазақ ұлты Қазақстан мемлекетін сақтап қалатын қазақ ұлты. Бірден айтайық. Иә, біздің қасымызда көптеген басқа ұлттар бар. Егер олар өздерінің балаларын, болашақтарын Қазақстанмен байланыстырса, олар біздің қасымызда болады, олар бізбен бірге болады. Тағы айтып отырмын ғой, ешқандай бізге артықшылық берілмейді. Қазақ мемлекетінде бәріміздің теңбіз осы жерде жүрген адамдардың бәрі. Бірақ қазақтар түсіну керек та, бұл мемлекеттің қазығы, өзегі қазақ халқы, қазақ ұлты. Сондықтан біз оянбасақ, біз өзгертпесек, біз әділетті қоғам жасамасақ, басқа ешкім жасамайды. Тағы бір мәселе, бұнда талай айтып жүрміз. Қанша жыл болып айтып жүрміз. Жаңа жылдың келе жатқан уақыттарда желтоқсаннан бастап жаңа жыл тойлау басталады.
оның ортасындағы тәуелсіздігімізді тойлау жоғалып кетеді. Иә, ресми түрде бір жерлерден орден награда марапаттау болған шығар, бір жерде жиналыстар болатын шығар, жаңағы әрбір ұйымдарда, мекемелерде болатын шығар. Бірақ бұл халықтық мейрам екенін ұмытпайық. Және ең үлкен мейрам, мемлекеттің ең үлкен мейрамы бұл тәуелсіздік күні. Мен білмеймін, мысалы бұл қызық ретінде, егер мысалы біз тыңдап отырған жастар болса, қызық ретінде мен бірдемен білгім келеді. Әрбір облыс, әрбір қала осы мейрамға қанша ақша бөледі, жаңағы көшені безендендіру, ұрандар жазып қою, тағы басқа, және жаңа жылға қанша береді екен. Мен білем, бір шыршаның өзі безендіретін. Бір жерде 50 миллион бау, бір жерде 100 миллион бау, білмеймін, ол менің ақшам. Мен жаңа жыл тойламаймын, менің ақшам неге беретінін білмеймін енді. Қысқасы, жаңа жылды бұл әр уақытта отбасылық мейрам дейді ғой енді, қалыптасып кетті. Оны мемлекеттік деңгейдегі осылай шулатып осынша ақша бөліп өткізгені, бұл тәуелсіздіктің бетіне түкірген сияқты ма. Тәуелсіздік өту керек, халық күту керек тәуелсіздік. Өйткені тәуелсіздік күнінде арнап бір креативті дей ма, нәрселер ойлап табу керек тәуелсіздіктің кезінде. Мысалы Францияда, ұмытпасам 14 жыл болу керек, Бастилияны алған күн тәуелсіздік күні. Ден республика. Оларды қалай атап өтетіні. 4-ші Американың тәуелсіздігін білесіздер ме? Американың халық қалай тойлайды. Бізде ондай деп бұны жаңа не дейміз, бір тізесінен келмейді сол Американың тойлағандай. Сондықтан әрбір мемлекеттегі мейрамдардың өздерінің бір рейтингі болатын сияқты да. Сол уақытта біздің тәуелсіздік күніміз және республика күні өкінішке орай екеуі сол рейтингтің ең соңында тұр. Бұл да намыстың жоқтығы. Бұл жерде әрине мемлекеттің басшылығында соны ұйымдастырып отырған министрліктердің намыстарының жоқтығы. Аға, өзіңіз жаңа жыл тойламайсыз ғой, иә? Мен жаңа жыл деп 22 наурызды жаңа жыл деп өз басым есептеймін сол уақыттарда. Ал мына жаңа жылда көбінесе енді күнтізбелік жаңа жыл құтты болсын деп бірімізге біріміз айтамыз. Бұл шындығында календарный жаңа жыл, күнтізбелік. Шындығында бұның бәрі не дейді жаңағы Христостың туған күніне байланысты ғой, Рождество. Шетелдің бәрі 25 күн тойлайды да, 26 күні шыршалардың бәрін далаға лақтырып тастайды екен. Мен өз көзіммен көрдім Францияда. 27 күні мен барып едім, бір шырша тұр, бір жолдасым үйінде. Мынауын етсем күледі. Саған шынын айтайын, 26 күні таңертең бәрі шыршаларын лақтырып тастайды дейді, желтоқсанның. Мен барып соның ішіндегі біреуін аламын, мен совет адаммын ғой, әкеп үйге қоямын дейді де, жаңағы ең таңдап алып біреуін дейді. 31 күні ешкімде шырша жоқ Европада. Ешкім мойындамайды. 31 күні мен Францияда да жүрдім, Лондонда да жүрдім. Мен көрген жоқпын. Тек қана Францияда Эйфелевый башняда бірнеше рет салют атты да, бір әйел өлең айтты. Болды атап өткендері бүкіл Францияның. Өйткені 31-і бірі бұл күнтізбелік жаңа жыл. Бұлардың жаңағы тойлайтыны бұл 25-і Рождество. Христостың туған күні тойлайды бұл бәрі. Біз сонымен қатарласып, соны тойлаған сияқты болып жүрміз де қазірге. Рахмет аға. Алтын уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге, осы студиямызға арнайы келгеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Ал қымбатты көрермен, біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Құлақ түріп тыңдағандарыңыз үшін сіздерге де рахмет айтамыз. Аман болайық, бар болайық, тек жақсы жаңалықта жүздесейік. Сау болыңыздар.